Бармыздар бауырлар, біздің стримдегі өткенде измдерден жоғарылау деген тақырыбымызды әрі қарай аша түссек, ендігі бір айта кететін нәрсе тәңір деген ұғымға келетін болсақ. Жалпы біздің аталарымызда ертеден тәңір деген ұғым болды, оны көк тәңірі деп атап жаттық, тәңірім жарылқасын деп жаттық, тәңірім қолдасын деп жаттық. Жалпы тәңір деген ұғымның өзін біз көп жағдайда бір не қылғымыз келеді, оны да бір субъекті адамға байлап қойғымыз келеді. Қандай да бір ол адам сияқты бәрін көруші, жоқтан барғып жаратушы, жаңағыдай не десек болады, міне осындай нелерден өзіміздің жеке субъективті пікірлерімізді апарып, сол тәңір деген ұғымға біз байлауға неміз, құмармыз. Мысалы, біреулер айтып жүрді, мен тәңіршімін дейді. Тәңірші деген адам мен үшін ол тәңірдің фан-клубы деген сияқты. Мысалы, мен Реал Мадридтің фан-клубымын, Манчестер Юнайтедтің фан-клубымын, болмаса жаңағы қандай да бір арабтың айтылатын бір пұт құдайы ма, қандай да бір құдайлық символ, мифологияның соның фан-клубымын деп адамдар өздерін айтып жатады. Ал менің ұғымымда бұл тәңір деген ұғым ешқандай да фан-клубқа, өзіне табынушыларға, сыйынушыларға, сенушілерге, өзіне жәрдем тілеушілерге бұл мұқтаж дүние емес. Міне осы нәрсені біз түсініп алуымыз керек. Және де Құдай, тәңір деген ұғымдарды субъективтілік, адами қасиеттерге апарып оның бойына жағуға тырысып, мен ол туралы білемін деп елді адастырып, өзімізді де адастырып, ит әуре, тағы бір нәрсе әуре болудың қажеті жоқ деп санаймын. Арқамандықта тәңір деген ұғымды арқамандар қалай біледі? Арқамандар тәңір деген ұғымды олар оны айнала қоршаған ортада болып жатқан бүкіл процестер, жүріп жатқан реакциялар болсын, қандай да бір құбылыстар болсын, қоғамдық, өмірлік, адамның жеке басындағы, мынау ағзаның ішіндегі болып жатқан, жердің астында, үстінде, аспанда, аймен, күнде, жұлдызда барлық болып жатқан процестің барлығының бір ортақ қасиеті бар. Бір ортақ қасиет ол теңгерім. Яғни, мынау дүниеде қандай да бір құбылыс болмасын, ол құбылыстың соңы дүниенің теңгерілуіне алып келеді. Яғни, біз бір зұлымдық жасасақ, ертең оның жауабын келетінін білуіміз керек болады. Егер бір жақсылық жасасақ, ертең оның жауабының келетінін білуіміз керек болады. Және бір жерлерде айтып жатады, жаңа біздің бір белгілі бір уағызшылар, басқалар, анау дүниеге барғанда есеп қисап жасалады, анау дүниеде есеп қисап алынады дейді. Шын мәнінде анау дүниеде есеп қисап жасалынады, оның бәрі алынады дегеннің бәрі өтірік деп санаймын мен. Неге десеңіз, онда анау дүниеде бүкіл есеп қисап жасалатын болса, мына дүниедегі сот, прокуратура, жазалау және қылмыстың алдын алу деген секілді жүйенің барлығы жарамсыз болып қалуы керек. Өйткені мынау дүниеде білгеніңді істей бер, анау дүниеде есеп бересің деп бай-байға, сай-сайға құйып, білгенін істеп жүре беру керек деген сөз. Ана дүниеге барғанда есеп алынады емес, есептің барлығы осы дүниеде алынады. Ал қандай да бір бай елдің қамын ойламай, өзінің ғана қамын ойлап, олигарх болып білгенін істеп кететін болса, оның жазасында, оның бүкіл сазайында елдің өзі беру керек. Және ол жақсы болса, оны құрметтеп төрге шығаратында сол ел болу керек. Ел деген ұғым, сіздер енді көбісі қазір ұлтшылмын, ұлттық құндылықпен ұлттық деп жүр ғой. Шын мәнінде ұлт болу үшін ел болу керек. Ел деген ұғым, ұлт деген ұғымнан жоғары тұрады, достар. Мен ұлтшыл болам, ұлтымды ойлаймын, мен арабизацияға қарсымын, орыстануға қарсымын, қытайлануға қарсымын, басқаға қарсымын деп жатамыз. Ал бірақ біз бабаларымыздан қалған мынау арқамандық жол бойынша біз ұлт деген ұғымнан да жоғары кетіп, ел деген ұғым және ел деген ұғымның орнығуы үшін қажетті нәрсе ол оң эмоция, позитивті энергия. Міне бізге қажетті позитивті энергиямыз, яғни құтымыз ұдайы болған жағдайда ғана біз жаңағы немізге өсіп өніп елдік дәрежеге көтеріле аламыз. Ал егер бізде мен ұлтым, мысалы, егер әркім өз ұлтын несін күйттейтін болса, қамын күйттейтін болса, сіздерге айтайын, онда қалай болады? Мысалы үшін, ол ұлттың қамын күйттеймін деп жүрген адамға басқа ұлттарды құбыжық қып көрсету, кезінде одан таяқ жегенбіз, кезінде одан езгі көргенбіз, кезінде ол бізді қырған, жойған, басқа қылған дейді да, дайын әскер қылып келесі бір ұлтпен соғысуға дайындайды. Онан кейін барады да, келесі бір ұлтты айтады, ананың жерінің бәрі сенікі, ол жердің бәрі жоқ еді, баяғыда қаңғып жүреді, аналар сендер баруларың керек та, олардан тартып алуың керек, атаңның жері деп оған айтады. Сонымен
бұл ұлтшылдық деген нәрсе, мен жаңағы нацизм болмаса басқасын айтып тұрған жоқпын. Кәдімгі өзінің ұлтын сүйген ол жақсы. Ұлты деген нәрсе біздің бабаларымызда қалай болды? Біздің бабаларымыз елін сүйді. Ал ол елдің ішіне нағашы да келген жағдай болды, күйеу де келген жағдай болды, басқа тілде сөйлейтін адамдар келіп жатты, басқа нәсіл, басқа терінің түсі басқа адамдар да келіп жатты, және солардың барлығының басын қосып, біріктіріп, ел қылып ұстаған біздің аталарымыз болды. Ал мынау енді сендер ұлтсыңдар, бәленсіңдер, түгенсіңдер деп, осы соңғы бір қанша 200 жылда ғана осы нәрсе сәнге айнала бастады, ұлт деген. Сондықтан бізде бабаларымыз айтып кеткен, ер ел үшін туады, ел үшін өледі деген. Және ол ел деген, мынау менің жаңа Қаңлы, Қыпшақ, Арғын, Найман, Қоңырат, Дулат деген сияқты, Әлімұлы, Байұлы деген сияқты, Керей, Уақ, басқа ат аталмағандарды кешірім сұраймын. Міне сондай деген сияқты, ол ондай деген сөз емес, ел деген. Мысалы біздің ру, тайпа, ел деген нәрсеміздің өзі белгілі бір одаққа біріккен адамдардың жиынтығы. Ол жаңа қазақ деген ата болған, қазақ деген атадан Ағарыс, Бекарыс, Жанарыс деген 3 бала туған, 3 баладан барғанда бәлен түген дегендер туғанда біз содан туғанбыз деген нәрсе. Ол мынау Тәуке ханның кезіндегі жүздер реформасы жасалған кездегі біздің құлағымызға ілініп кеткен үлкен лапшылардың бірі. Сіздерге айтайын. Ол менің жеке өз көзқарасым, өз ұстанымым. Өйткені бізді руға, елге, ұлтқа, дінге, басқаға бөліп кезінде әлемді билейтін қанында күшті ДНК-сы бар адамдарды бір-біріне айдап салу технологиясының іске асып жатқанына қазір бір 1000 жыл шамалы уақыт болып қалды, достар. Сондықтан да біздің алып жүрген ақпаратымызға, енді ақпарат туралы қазір келесіде айта кетемін. Мына нәрсені айта кетейін. Жалпы тәңір деген ұғым арқамандықта, ол тәңір деген бір жерде отыратын, болмаса бір жерден қарап отыратын ақсақалы бар шал, жоқтан барғып жаратып, жұрттың бәрін өздеріне жалбарындырып қойып, өзіне тілек тілетіп қойып деген нәрсе, ол тәңір деген ұғымды адами бенделік дәрежеге түсіріп тастау деген сөз. Біз бірақ нәрсені білеміз, әрқашанда біздің жасаған әрбір әрекетіміз бізге қайтып келеді, және де оның теңгерімі болады. Егер біз қуанып отырып біреуге жаңағыдай артық бір уәде беріп жіберсек, соны орындай алмай қалсақ, ертең ұятқа қалып кетеміз. Ашуланып отырып біреуге артық сөз айтып қойып, оны көңілін қалдырып қойсақ, тағы да оған есесі алдымыздан келеді. Және ол ана дүниеде келмейді, осы дүниеде келеді. Ал осы дүниеде әділетсіздікті көріп, оны қолына алып, әділдікті орната алмағандардың өздерінің соры өздеріне. Олар ешкімнен не сұрай алмайды. Әділдік жасамадың, Құдай, Тәңір, басқа бізге әділдік жасамадың. Сен бізді, мысалы, олигархтар бүкіл еліміздің байлығын жеп қойды, ал біз сорлы болып өлдік қой деген, солай сорлы болып өлген өзің кінәлі. Оған сен барып, ана жақта бір Тәңірге жалбарын, Алла тағалаға жалбарын, Құдайға жалбарын, ол көк дейін. Өйткені сен өзің сорлысың, сорлығың үшін сүмелек болып өмірден өтесің. Міне өмірдің шындығы осы. Бұл жерде Тәңірге жарылқасын десек, біз Тәңір жарылқайды, олигархтар ақшасын бөліп береді, елдегі экономика дамып кетеді, болмаса жаңағы біздің әл ауқатымыз күшейіп, басқа жағдайларымыз, мынау банктік үстеме процент дегендер азайып кетеді деген, оның бәрі қиял. Саған ешқандай Тәңір де, Құдай да, Алла да ешкім көмектеспейді. Сен тек қана өз-өзіңді алдап, өз уақытыңды өлтіресің, басқа дымда отпайсың. Ал арқамандық айтады, барлық өмір, барлық біздің неміз, ол өз қолымызда. Әрине, әруақ Құдайымыз жар болып, бізге дұрыс бағыт көрсетеді, және бұл дұрыс бағыт деген нәрсе, бұл өзіміздің еркін рухымызды табу. Барлығы осы еркін рухты табудан басталады, достар. Енді Тәңір деген ұғымға тағы да келе кетейін. Тәңір деген ұғым, Тәңір жарылқасын деген сөз, мынау айнала табиғаттағы болып жатқан процестердің жиынтығы солай болып, сенің айың оңынан туып, жұлдыздың соңынан туып, жолың болып кетсін деген адамның адамға жасаған ыстық ықыласы, батасы, тілегі. Ол ешқандай да жаңағы бір аспандағы Құдай немесе аспандағы Тәңір кеп жарылқап жолын ашып жібереді деген нәрсе емес. Жаңағы аспаннан киіз жауса да жалға ұлтараққа жармайды дегендей, аспаннан дәл қазір алтын жауса да біздің олигархтарымыз байи береді да, біз кедей үстіне кедейлене береміз. Сондықтан өзімізді алдап, мен ұлттық идеологияны қалпына келтірсек керемет болып кетеді екенбіз, тәңіршіл болсақ керемет болып кетеді екенбіз, тәңірімізді тапсақ тәңір бізді жарылқайды деген сияқты нәрсенің бәрі, оның бәрі қиял деп білемін мен. Менің білуімде біз
өз өмірімізді өзіміз қолға алып алға қадам жасаған кезде ғана біз оңамыз. Оған дейін біз біреуге сеніп, жаңағыдай бір арабтың құдайы келіп жарылқайды болмаса, тәңір құдай жарылқайды болмаса, жаңағы аспандағы құдай жарылқайды дегеннің барлығы, оның бәрі өзіміздің әлсіздігіміздің көрсеткіші ғана болып қала береді. Ал енді осы жерде әруақ құдай деген ұғым бар. Енді соған келеміз келесі видеода.